Шейх Нуриддин Итр. Толық аты жөні Нуриддин ибн Мухаммад, ибн Хасан, ибн Мухаммад, ибн Хасан, Әл-Хасани, Әл-Ханафи. Шейх Нуриддин Итр хиджри жыл санауы бойынша 1356 жылы Сирия мемлекетіндегі Алеппо қаласында дүниеге келген. Әкесі Хаджи Мухаммад Итр шариғат ілімдерін терең меңгерген үлкен ғалым болған. Әкесі баласы Нуриддиннің дінге адал қызмет ететін тұлға болып шығуына Аллаға ант беріп, сол жолда өз баласын тәрбиелеген. Нәтижесінде Алланың қалауымен баласы ғылым жолынан табылды. Шейхтің әкесі ғұлама Мухаммад Наджиб Сиражуддиннің жақын шәкірттерінің бірі болған. Ғұлама Мухаммад Наджиб Сиражуддин Нуриддин Итрдің нағашы атасы. Ол кісі хадис саласының майталманы, 100 000 хадисті жатқа білген соңғы хафиздердің бірі болған. Шейх Нуриддин Итрдің білім алу жолына келер болсақ, алғашқы іргетасын Хусрауия шариғи орта білім беретін мектебінде қалаған. Ол мектепте үздік нәтижелер көрсетіп, 1954 жылы бірінші дәрежелі шариғи аттестат алып шығады. Сол жылы Мысыр елінде Әл-Асқар университетіне оқуға түсіп, 1958 жылы бакалавр дәрежесін алып, өз тобындағы алғашқы түлек атанады. Әл-Асқардағы ұстаздары Нуриддиннің табандылығы мен тақуалығын жоғары бағалаған. Шейхтің Әл-Асқардағы ұстаздарынан Мустафа Мухаджид, Мухаммед Ас-Самахи, Шейх Абдул-Вахаб Әл-Бухайри және Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамидті атауға болады. Шейх Нуриддин Итрдің ғылыми әрі рухани кемел дәрежесіне қалыптасуына ең үлкен үлес қосқан шейх Абдулла Сиражуддин Әл-Хусейни. Шейх Нуриддин Итр өзінің ұстазына бауыр әрі күйеу бала болып келеді. 1964 жылы шейх Нуриддин Итр тәпсір және хадис саласы бойынша халықаралық докторлық дәрежеге ие болады. Сол кезде ол өзінің Әл-Джамиғ еңбегіндегі имам Термизидің методологиясы және екі сахих жинақпен салыстырмалы талдау атты диссертациясын қорғады. Бұл еңбек көрсетілген ақпараттары мен жазылу әдісі тұрғысынан басқа еңбектерден ерекше. Шейх докторлық дәрежені алғаннан кейін өзінің туған жері Сирияға қайтып, сол жерде бірнеше уақыт орта мектепте сабақ береді. Кейін 1965-1967 жылдар аралығында Мәдина қаласындағы Ислам университетінде хадис факультетінде ұстаз болып тағайындалады. 1967 жылы Дамаскке қайта оралып, сол жерде ұстаздыққа қайта тағайындалады. Кейін Дамаск университетінің шариғат факультетінде профессор болып тағайындалады. Шейх Нуриддин Итр Дамаск және Алеппо университеттерінде хадис, тәпсір пәндерінен сабақ берген. Әрі қысқа ғана уақыт ішінде әртүрлі араб елдеріндегі ислам университеттері мен мешіттеріне барып дәріс оқыған. Шейх Мухиддин Итр көптеген ислам университеттерінде бакалавр және магистратура білім бағдарламасына баға беруші эксперт қызметін атқарған. Әрі ондаған докторлық және магистрлық диссертацияларға жетекші болған. Шейх Нуриддин Итр Құран ілімдері, хадис, фикх және өзге де салаларға қатысты 50-ге жуық кітаптардың авторы. Солардың ішінен келесі кітаптарды атап өтуді жөн көрдік. Манхадж ун-нақд фи улум ил-хадис. Хадис терминологиясына қатысты еңбек. Шейх бұл кітапта хадистің мәтіні мен санат мәселесіне байланысты ғылымдарды бөлудің жаңа тәртібін көрсеткен. Иғлам ул-анам. Ибн Хаджар Әл-Асқаланидің Балуғ Әл-Марам атты үкім хадистеріне қатысты жинағына түсіндірме. Шейх өзінің түсіндірмесінде фикх ғалымдарының бір хадистен бірнеше үкім шығару қабілеттерінің асқан шеберлігін көрсеткен. Улум Әл-Құран. Құран ілімдеріне қатысты бұл кітапта Құранның түсу тарихына қысқаша шолу,
Оның күнімізге дейін өзгеріс сақталуы, Құранға қатысты түйткілді мәселелер, оның таңғажайып құрылымы туралы айтылған. Мәзә Ғани ил-Имрат. Бұл кітапта нәзік жанды мұсылмандар мен олардың шариғаттағы орны туралы айтылған. Әрі мұсылман әйелге жабылған батыстық жалаға қарсы жауап берілген. Сонымен қатар бұл кітапта жалпы әйелдер мен олардың тәрбиесін, мұсылман еместердің ортасында білім алу туралы, үйлену мен оның діндегі ережелері туралы зерттеулері жазылған. Әл-Хадж вә әл-Умра фи әл-Фиқхи әл-Ислами. Бұл кітапта үлкен және кіші қажылыққа байланысты діни сұрақтардың мәні мен мазмұны туралы айтылған. Шейх Нуриддин Итр бірнеше классикалық еңбектердің, әсіресе хадис терминологиясына қатысты кітаптардың мұхаққиғы, ғылыми редактор болған. Солардың ішінде Ибн Хаджар әл-Асқаланидің Шарх Нухбат әл-Фикр және имам Науауидің Ишрат Туллаб әл-Хақаиқ кітаптарын ерекше атап өтуге болады. Ғылыми әрі академиялық дәрежелерінен бөлек, шейх өзінің көркем мінезімен, қарапайымдылығымен танылған. Өзінің қайталанбас еңбектеріне қарамастан, шейх ешқашан атақ абыройға ұмтылмаған. Шейх Нуриддин Итр өзінің ұстазы ғұлама Абдулла Сиражуддиннің қызымен үйленіп, өзінің ұстазына күйеу бола болған. Берекелі некенің нәтижесінде ол 4 баланың әкесі атанды. Оның балалары Мұхаммад Муджахид, дәрігер, 1995 жылы жол апатынан қаза тапқан. Абдуррахим, Яхия және Рауия. Шейх 2020 жылы 23 қыркүйек күні 83 жасында фәниден бақиға аттанды. Алла оны өз рақымына алып, исламға жасаған қызметі үшін жұмақтың биік дәрежесін нәсіп қылсын. Әрі оған разы болсын.